отырмаңдаршы. Отырыңдар. Осаны өздеріңде 7 быға барсаң болды кәдімгідей. Не болып 7 быға? Сендер сияқты шулап отырып, бастарынан көтеріп, бір демалатын кабинет таппай жүрмін. Түгендеп жіберейін. Ләйла Сұлтан қызы бар ма? Армапай, бүгін бізде Тамара тереңге жайылған тарих сабағы. Сіздермен бірге 45 минут бойы сабақта бірге отыратын мен Ләйла Сұлтан қызы. Сабағымызды бастаймыз. Отыр. Так. Эльмира Амангелді қызы. Саламатсыз ба? Осы сені көрсем қорқам бар ғой, Болашақта бәріміз осы сенің алды тұтып тұратын сияқтымыз осы бар ғой. Отыршы, отыршы, тұрмай қойшы. Болат Мажағұлов. Болат Мажағұлов, сен тұрмай қойшы. Отыршы. Орнынан ешқай жер жылжымашы сен. Сен отырсаң бізге жақсы. Маған да жақсы, бәріміз отырамыз орнымызда. Қимылдамай қой, отыра бер, Болат. Так, одан кейін, так, Бекболат Тілеуханов. Ассаламағалейкум. Аман есен бүгінгі таңымыздың атқанына шүкіршілігі кетіп, сыныпта отырған жайымыз бар. Жағдайың жақсы ма, Бекболат? Шығыстан шыққан күн батысқа батып, әр күнімізге шүкіршілік етіп жүрген жайымыз бар. Бекболат, саған асханадағы апайлар жалып жасап жатыр, білесің ба? Не болып қалды, апай? Арқаның еті мен жаңарқаның қымызын сұрай бермей, пирожки жеп кете берсе, желік пақытарлы айналайын. Мазасын алмас, сол повар апайларын айналайын. Тұрсынбек Қабат Тұрсынбек деймін. Сен не осы үнемі терезеге қарап отырасың? Темір сварка келіп жатыр екен, соған қарап отырмын. Мен саған қанша рет айтамын, сваркаға қарап берме, көзіңді боқтап етең, әдет болады, бейт отырасың. Отыр. Қанат Әлжаппаров. Ау, апай. Кеше неге сабаққа келмедің? Ой, алдыңғы күні келдім ғой, күнде келе берем ба, прая жоқ. Айналайын, сен үйің мектепке тиіп тұр ғой. Ой, онда мені автобуспен пересадкамен келіп жүрмін онда. Отыршы, айналайын. Отыршы. Сабақтан қала бермеш. Ертең сосын сенен қандай маман иесі шығады, айналайын. Сосын Тұрсынбектің қасына жабысып, ана қабат бөлек отыршы бәре. Осы да бірдеңе шығатын сияқты ғой. Отыршы. Ғалымахамбет. Ассаламалейкум, апай. Шеш шана бас киімде. Шеш шана бас киімде. Далада 40 градус жанып тұр, не бас киім киіп аласың, айналайын. Қайта рахат емес пе, бас шымайсың, қалпақ киіп кете бересің. Сен сол басың жусайшы, айналайын. Жусайшы, жаз ғой қазір, ысып тұр ғой. Ысып тұрған жоқ қой, отыр. Отыршы. Так, үйге қандай тапсырма берілді? Мен айтайын. Айта ғой, Лейла, айта ғой. Қазақ хандығы мен Шыңғыс ханның тарихын оқып келіп, Шыңғыс ханның 500 әйелі болған рас па? 500 әйел бақытын сезіне алды ма? Алдын сабаққа білетін боламыз. Әйел бақытта не жұмыс бар, айналайын сен? Қазақ хандығын оқысайшы, одан да айналайын. Кім сабақ айтады? Мен айтайыншы, апай. Тұрсынбек. Қандай тақырып берілді? Қазақ хандығы. Айта ғой. Ой, біз қазақтан қандай мықтымыз деймін да, я. Ой, біз қазақтан талай жаудың бетін қайтарған деймін. Ой, біз қазақтар жауға шапқанда дат-давот жорғалар біздің қорқып атқа қашып кеткен ғой. Қойшы. Ой, біз қазақтар деген дұрыстап айтсайшы, айналайын. Отыр. Так, ары қарай кеттік. Келесі кім? Сосын айналайын, Тұрсынбек, бейте береме, белдік тақпейші, айналайын.
Бекболат, тұршы орныңа. Бекболат, не мәз болып тұрсың? Құдай бізді қайта қауыштырғанына қуанып тұрмын. Айналайын Бекболат, сен маған қазақтың композиторлары жайында айтпеші маған. Енді кезіндегі құрманғазылардан бастасақ, кешегі Дина, бүгінгі Шәмшіге дейін қазақ даласына түрлі әндер шырқалып, қазақ даласына жыр таусылмаған ғой. Ой, Қойшы тұрсын деге. Қойшы айналайын болды. Болды ғой? Бір емес, екі емес. Бекболат, сен не үстіңе ойылы киім киіп алып, кәдімгі әдем күшті болып жүрсің ғой. Әр қазақ ұлттық ойларымызды үстімізге жабыстырып, ұлттық нақышты киіп жүрсек үлкен бір ғанибет деп ойлаймын. Дұрыс айтасың Бекболат. Отыр. Сосын ертең сабаққа мәсімен келме. Қанат Әлжаппаров, сабақ айт. Қандай тақырып? Қандай сабақ екенін білмейсің бе сен? Қазақ хандығы. Қазақ хандығы осыдан 550 жыл бұрын құрылды. осыдан 550 жыл бұрын құрылды. 300-дің басын қосқан Абылай хан. 300-дің басын қосқан Абылай хан. Тұрсынбек, қашан көмектесе бересің бұған айналайын, не? Өзі көтерсе, өзі айтса сабақта айналайын. Так, балалар, бізге сыныпқа, жалпы мектепке алтын күз деген байқауды ұйымдастыру деп еді. Кім ұйымдастырады? Мен ұйымдастырайыншы. Құш, сен ұйымдастырмай қойшы қана. Болат Мажағұл, сен